Happy birthday, ooh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Баршаңызға сәлем. Бүгін Альфияның туған күнін тойлаймыз деп келіп қалдық. Судың жағасында таза ауада отырамыз деп шештік. Міне осы қыздың туған күнін тойлаймыз деп келіп қалдық. Алдымен отыратын жерімізді осылай дайындап алдық. Күн шамалы салқындау болғаны болмаса, өте керемет болды. Ойлап отырсақ, биылғы жазда енді ғана шығып жатыр екенбіз судың жағасына. Ал енді қараңыздар, неше адам көрдіңіздер. Осының барлығы бір машинаға сыйып келді ғой. Жігіттер шашлык пісіруге кірісіп кетті. Күн салқын болғандықтан адамдар жоқ. Жалғыз біздер ғана болдық. Ауа райы құбылып тұрды. Кейде күн шығады, кейде бұлттанып тұрады. Мына жақта екі жігіт шашлыктың орнын дайындап жатса, мына жақта бір жігіт мариновка жасалған еттерді шашлык қылып пісіруге дайындап жатыр. Подруга мына жерде бала қарап отыр. Екеуміз күн шықса мәз боламыз. Міне біз осындай әдемі әрі таза жерде отырдық. Бұл жердің аты Қаратомар. Негізі адамдар көп келеді мұнда. Күн салқын болғандықтан ешкім жоқ. Күн жылы болатын шығар деп купальник, сүлгі, барлығын, керек заттардың барлығын алып келген болатынбыз. Қой отырайын деп штативқа телефонды қоя салдым да подругамның қасына жайғасып әңгімені жібердік екеуміздің кездеспегенімізге 2 айдан көп болған. Біраз әңгіме айтып тастадық. Жиналып қалған әңгімелер көп екен. Короче, сықпаузы наличный және бар, оны сосын салып алады. Және бар ма не әлі? Керек. Отынды жандырып, иісін шығарып, дайындап қойды. Шашлыкты пісірместен алдын суши пиццамызды жеп алайын деп шештік. 2 пицца, 60 суши заказ еткен едік. Шамалы жегеннен ақ тойып қалдық. Жігіттер шашлыкты пісіруге кірісіп кетті. 3 жігіт осылай отырды, ал біз судың жағасына қыдырып, серуендеп демалып қайттық. Бәріміз үшін өте керемет демалыс болды. Баланы кейін бұтайы жақсыңдар. Мағарып бақыр. Сен медет тап, сен шар еді, правда кетті.
Ожидание действительно ұзақты. Шашлыктарды пісіріп болып қалды. Енді шашлыктарымызды жеп алайық деп жеп алдық. Шашлыкты жеп болған соң Альфия қыздың туған күнін еске түсіріп жіберейік деп тортымызды алып шықтық та свечаларды қадап туған күннің иесіне үрлетейін десек, жел кеп үрлеп кете береді. Қайта-қайта жағып, әйтеуір біреуін үрледі ғой Апекош. Все, жүгірсек. Ал енді сонша тамақ жеп алдық, соларды қортайық деп добымызды машинада алып шықтық та волейбол ойнадық. Волейбол ойнағандай болдық әйтеуір. Допты қайтарғаннан жүгіруіміз көп болды. Біз үшеуміз ғана ойнадық. София былай жүгіріп жүр, арасында бізбен ойнап қояды. Медет баласына қарап отыр, Рамазан аяғын қайырған. Сонымен үшеуміз ғана ойнадық. Доп ойнап болған соң қарбызымызды кесіп, рахаттанып, қарбыз жеп алдық. Дәл осы сәтте жаңбыр жауып кетті. Палатка болған соң үстіміз су болған жоқ. Қой қайтайық деп подругам екеуміз барлық жер жинастырып, посудаларды жуып, машинаға отырып қайттық үйімізге. Бұл видеоны естелік ретінде түсіріп алдық. Каналға қолдау білдіріп кетіңіздер. Cause I kept it real. I sleep